тәрбие сұрақтар және табиғат пайдаландыру реттеу басқармасының өкілі бүгінгі қоғамдық атырау қазтрансалт жауапкершілігі минералдық тыңайтқыштар жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Дункарға фосфогипсті жөнелту торабының құрылысы 2025-27 жылғы жоспарланған қызметтің ықтимал әсерлері туралы есебі бойынша қоғамдық тыңдау өтуде. Қоғамдық тыңдаудың тәртібі бойынша хаттамашы сайлауымыз күн арамызда хаттамашы ретінде осы жобалаушы мекеменің экологы Нахметова Гүлмирамовна қарсылау жоқ па? Қарсылау жоқ болса онда ары қарай осы жоба бойынша баяндама жүргізеді. Баяндамаға 10 минут уақыт береді. Содан баяндама аяқталғаннан сұрақ жауаптар, сұрақ жауаптар мен ұсыныстарға уақыт белгілемей қояйық. Регламентке ешкім қарсылау жоқ қой? Регламентке қарсылықтарыңыз жоқ болса онда баяндаманы жүргізетін осы қазфосфат жауапкершілігі шектеулі серіктестігі минералдық тыңайтқыштар Тараз филиалының экологы Темірғали Дәулет тікелей жүргізеді. Біздегі есеп қазфосфат жауапкершілігі серіктестігі минералдық тыңайтқыштар зауытының Дункарды фосфогипсті жөнелту торабының құрылысы 2025-2027 жылдарда жоспарланған қызметтің ықтимал әсері туралы есебі. Осы есепті бізде жобалаушы мекеме кәсіпорын жауапкершілігі серіктестігі өкілдері отыр. Енді бізде екінші келесі слайдта өндіріс алаңының орналасқан ауданның ситуациялық сипаттамасы, карта схемасы көрсетілген. Үшінші слайд. Жалпы жоба туралы мәлімет Дункардағы фосфогипсті жөнелту торабы зауыттың бас инженерінің тапсырмасына сәйкес біздің зауыттың экстракциялық фосфорлы қышқыл өндірудегі ФК2 бөлімінің реконструкцияға ұшырағаннан кейін жылына бізде 2.734.000 тонна фосфогипс жылына шығады. Осы мөлшерде қалыпты түзіледі. Фосфогипс жалпы осы айтылғандай экстракциялық фосфор өндіру цехынан қышқылдарды өндіруде бізде қалыпты болып табылады. Фосфогипстің қысқаша сипаттамасы ол жарылғыш зат емес, түсі сұр, өртке қаупі жоқ. Енді қазіргі уақытта біз қазіргі таңда фосфогипсті жүк көліктермен 20 километрден алшақтап қаланың сыртына НДФС зауыттың ар жақтағы біздің зауыттың меншігіндегі 53-ші атқалы фосфогипсіміз 51-де 31 гектар жерімізге тасымалдаудамыз. Күнделікті тасымалдауда 80 жүк көліктері тасымалдау жұмыстарын жүргізуде. Келесі 4-ші слайд бізде қоршаған ортаға жағымсыз әсер ететін факторлар 2025-2027 жылдары құрылыс кезінде дәнекерлеу жұмыстары бізде жүргізіледі. Сварочный работы, орысша айтқанда бояу жұмыстары, покрасочный жер жұмыстары, атмосфералық ауаға техникалық қызмет көрсету персоналына жалпы осындай бізде жағымсыз әсер болуы мүмкін. Келесі 5-ші слайд атмосфераның ластануы тұрғысынан өндіріс технологиясының сипаттамасы. Ластаушы заттардың жалпы бізде 15 түрі бар. Кәсіпорынның негізгі шығарындық көздері шаң, тиеу, қазу кезінде, құрылыс кезінде жоспарлау жұмыстары және инертті материалдар қайта себу негізгі үлес қосады. Шығарындық көздердің саны осы 13 ұйымдастырылмаған. Бір шығарындық көзі бізде жылжымалы, ол передвижной дейді. Жаңа орысша айтқанда. Енді сумен жабдықтау және сумен бұру жақын 500 метр белдеуде бізде су қорғау аймақтары, су немесе скважиналар бізде көрсетілмеген. Келесі 6-ші слайд қалдықтарды басқару бағдарламасы. Енді қалдықтарды басқару құрылыс жұмыстарын жүргізу кезінде қалдықтардың мынандай түрлері бізде шығады. Қатты тұрмыстық қалдықтар, ТБО, бояу банкалары, банкалар, краскадан қалған қалдықтар, дәнекерлеу электродтары қалдықтар, ол сварочный электрод дейміз, орысша.
қалдықтардың жіктелуіне сәйкес қалдықтардың жіктелуі жүргізіліп оларға код берілген әрқайсысына. Келесі слайд. Қалдықтармен жұмыс істеу кезінде өндірістік бақылау туралы мәліметтер. Өндіріс пен тұтынудың барлық қалдықтары кәсіпорын аумағында уақытша сақталады және сақталып және арнайы келісімшарт жасалған мамандандырылған утилизация жасайтын мекемеге жөнелтіледі. Енді бізде өзіміздің меншік завод төңірегінде меншікті алаңымыз бар, қоқыс төгетін. Соған да бізде төгіледі. Келесі слайд, 8-ші слайд. Жоспарланған қызметтің мүмкін болатын елеулі әсерін тікелей және жанама коммуникативті трансшекаралық қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді оң және теріс сипаттау. Енді бізде жабдықтар аз және анда-санда қолданылады. Нормативтерден аспау барлық тапсырыс заттардың қонысталу аймағында бақылаймыз және бақылау мүмкін жерлерде жұмыс аяқталғаннан кейін бұрынғы орын алу үшін қазылған топырақтарды, мысалы тегіс емес жерлерді біз қайтадан топырақпен тегістеп, техникамен жұмыс бәрі біткеннен кейін тегістеп дайындап дұрыстап кетеміз. Осылайша құрылыс жүргізгеннен кейін бізде жер бедері геожүйе бұзылмайды деп сендіре айтамыз. Енді осы бізде орташа құрылыс жүргізу кезінде ең негізгі бізде бағанада жоғарыда айтып өткендей шаң техникамен қазу жұмыстары жүргізілген кезде шаң кішкене шамалы шығады. Енді келесі бізде 9-шы слайдта қоршаған ортаға әсер ететін компоненттердің слайдта көрсетіліп өтілген. Қарап өтсеңіздер болады. Келесі слайд табиғатты қорғау іс-шаралары жоспар. Енді атмосфералық ауаны қорғау, қалдық қоймаларында шаң басу жұмыстарын жүргізу. Енді атвалда шаң басу жұмыстары поливомоечная машина дейміз ғой, жалпы орысша. Поливомоечная машина қазіргі күннің өзінде біз атвалда су сеуіп жүр, күнделікті сол машиналар бізде су сеуіп шаң басады. Жалпы жол беттері ылғалданды осы. Қалдықтарын өңдеу, бұрынғы жинақтаған фосфогид қалдықтарын тұтынушыларға өткеру арқылы кәдеге жарату. Жалпы фосфогидті екінші келесі утилизациялық жаңағы кәдеге жарату компанияларда беру. Енді фосфогидті бізде көбіне слабый минеральный удобрение дейміз. Сол ауыл шаруашылығында да бізде кейбір кәсіпкерлер ауыл шаруашылығына пайдаланады. Сосын бізде қалдықтарды мамандандырылған ұйымдар қағаз, шыны, бөтелкелердің қалдықтарды қайта өңдеуге өткеру, жаңағы айтқандай, жоғарыда айтқандай утилизациялық компанияларға келісімшартпен берілу. Жануарлар мен өсімдіктер әлемін қорғау. Енді біз жыл сайын санитарлық қорғау аймағына 1000 дана қарағаш егудеміз. Жыл сайын бізде өзіміздің қоршаған ортаны қорғау іс-шарамызда 1000 дана ағаш егу жоспарланған. Көшеттері осы біздің санитарлық қорғау аймағына және де біз өзіміздің план-природный мероприятие бойынша бірлесу еңбек ауылына да өткен жылы 24 жылы 1000 дана ағаш көктем айында отырғыздық. Осы жылы 1000 дана ағаш отырғыздық. Жалпы көлемде бірлесу еңбекке біз 2000 дана түп ағаш, қарағаш ектік. Ол жұмыстар бізде жыл сайын жалғасады. Енді есепті жалпы қысқаша қорытындай келе түйін сөз, бізде қазіргі уақытта 80 жүк көліктермен, Қова, КамАЗ, Шансиман 80 жүк көліктермен тасымалдаудамыз. Енді ол өздеріңізге белгілі, біреуі төбесіндегі тент жабады, біреуі жаппайды. Ол әрине тент жапқан кезде кейбіреулерде шаң бөлінеді. Енді сол біздегі осы алып келіп жатқан жобамыз фосфогидті думкарға тию, жыды вагондарға тию. Думкар осы
ол думкарларымыз, ЖД вагондарымыз бізде 24 сағат бойы жұмыс істейді, қысы жазы жылы 12 ай. Ал бізде жүк көліктеріміз тек қана күн жарық мезгілінде 8 сағат, 7-8 сағаттай жұмыс істейді. Ол әрі кетсе күнделікті бір 6-7 рейс қана жасайды. Ал біздегі жаңағы неміз, ЖД думкарларымыз вертушкамен, мысалы біздің атвалда 30 думкар келіп атқан болса, келесі 30 думкар НДФЗ жақта 3-ші атвалымызда төгіп атады. Келесі 3-ші тепловозымыз бізге келіп атады. Былайша айтқан кезде вертушкамен 3 думкар тепловоз бізге әрқайсысы 30-30-дан деп жоспарлануда. Енді Құдай қаласа келесі жылдың аяғына таман осы темір жол торабымен біз жіберу жоспардамыз. Жалпы бізге жүк көліктерімен тасымалдау логистика жағынан, қаражат жағынан бізге тиімсіз болып табылады. Неге десеңіз, әр жүк көлігіне жанармайы бар, ол жүргізушіге төленетін төлем ақысы бар, және де олар күнделікті азық тасиды. Ал темір жолмен біз 24 сағат бойы үздіксіз көп тасимыз, көп мөлшерде тасимыз деп айтып келеді. Осы біздің есебімізді, қоғамдық құқығымызды қолдауларыңызды сұраймыз. Енді әрине бізге темір жол тиімді болып тұр. Енді әрине темір жол мен қазіргі алғашқы таңда біз ол темір жол құрылысына көптеген қаражат жұмсаймыз, яғни миллиондаған қаражат жұмсаймыз. Ол бізге бірнеше жылда өз ақтайды деп айтып келеді. Қысқаша менің баяндамам осы. Сұрақтарыңыз болса, жауап беруге дайынбыз. Баяндамашыға сұрақтарыңыз бар ма? Сіздер тек қана жаңа бірлесу еңбек ауылына ғана ең бастырмамына қашты? Біз бірлесу еңбек өзіміздің экологиялық іс-шарамыз бойынша, план предприятие бойынша, сол жақта бірлесу еңбек ауылының аймағына 1000 дана егіп жатырмыз, және өзіміздің санитарлық қорғау аймағында. Сұрақтарыңыз жоқ болса, ұсыныстарыңыз бар ма? Осы жоба бойынша басатын ұсыныстар, сұрақтар жоқ болса, онда тыңдауды аяқтайық. Қатысқандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.